Барлықтарыңызға сәлем. Біз бүгін осындай жұмсақ, дәмді, әрі ауызда еритін керемет шарлотка пирогын жасайтын боламыз. Біздің каналымызға тіркеліп, лайк басып, видеоны міндетті түрде соңына дейін көріңіздер. 4 жұмыртқамыздың үстіне қантымызды 2-ге бөліп, барлығын мұқият миксермен араластырамыз. Миксерлеуді тоқтатпай, жұмыртқаларымыздың үстіне қантымыздың қалған жартысын қосамыз. Нәтижесінде бізде осындай жұмыртқалы масса дайын болуы керек. Алмаларымызды жуып, қабығын ашып, оны осылай тураймыз. Бөлек ыдыста қопсытқыш пен ұнымызды араластырамыз. Жұмыртқалы массамыздың үстіне еліктен өткізіп, ұнымызды саламыз. Ұнды рецептен көрсетілгеннен көп салуға кеңес бермеймін. Ұн мен жұмыртқалы массамызды видеода көрсетілгендей асықпай араластыру қажет. Нәтижесінде бізде осындай қамыр дайын болады. Енді қамырымыздың жартысын май жағылған формамыздың астына саламыз. Оның үстіне алмаларымызды салып шығамыз. Қамырымыздың қалған жартысын саламыз. Қалауыңызша пирогтың үстіне алмаларды қойып шығуға болады. Ал енді пирогымызды 20-40 минут 180 градуста пешке саламыз. Міне біздің пирогымыз дайын болды. Алмалар қосылған пирогымыз жұмсақ, дәмі тіл үйіреді. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Және біздің каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.